Ербол, мынау қазір Instagram, TikTokқа шығып атырсың. Әлқожа өстіп мені арыз жазып атыр деп. Мына Әлқожа өзі былай тиісіп, Бала бол Ербол, Таранский. Бұл Таразда жігіт қамаған ба? Бұл енді арыз жазып жатыр. Мына полиция тұр, көрдің ғой я? Мен қазір сенген Таразға шығам. Мына полиция тұр қазір. Жанайып деген первизан бар Таразда. Барам. Қазағым шай темекі теуіп тұрыңыздар. жоқ, сенің жазған мен комментарияларыңа жауап бердім саған. Не дейсің? Баяғыда жайлап қанаммен сыбайлас болғаныңды, одан кейін оларды қамағаныңды, ешқандай алмен соғысып атқаныңды, Былай. бүкіл өлеңге қосып салам, қарабет боласың. Ербол, мына полиция тұр, көрдің ғой я? Мен қазір сенген Таразға шығам. Мына полиция тұр қазір. Жанайып деген первизан бар Таразда. Барам қазір. Сен маған шешемді боқтаған үшін жауап бересің. Ассалаумалейкум. Сен кімсің ба? Сенімен амандасып жатыр мына жақта, я? Ассалаумалейкум. Түркістан полиция басқармасынан. Мен сенің арызыңа 3 арыз бар. Үшеуін де қазір сотқа жолдатам. Әлқожа, иден нахуй, мен сені өлтірем нахуй әлі. Мен сені түбіңе жетем на. Көрдіңіз ба, угрожать етіп тұр, полицияның присутствиет етіп тұрған кезде угрожать етіп тұр, дұрыс па? Жолығып сөйлесейік, менің ата-анама ар намысына тидің, мені инвалид қылатыныңды айттың. Сол туралы мен сенімен телефонмен сөйлестім. Жолығамай, өзің қашқаннан кейін мен полицияға арыз жазуға мәжбүр болдым. Ал егер бетпе-бет жолықсаң, мен арыз жазбаймын. Бетпе-бет, егер духың жетіп, менімен кездесіп, менің ата-анама не үшін тіл тигіздің? Мені инвалид қылатыныңды дедің ғой, мен уәде берем саған деп. Істе, пожалуйста. Менің адресімді, телефонымның бәрін айтып тұрмын. Мен сенің комментарияларыңды қосып жолдайын. Өтірік мүләйімсіп, жертва болмай-ақ қой. Бұрынғы видеоларды алып, роликке қосып, өзіңнен форт іздеме. Түсіндің бе? Пожалуйста. Жолғам десең мен дайынмын. 8-705-969-90-69 телефоным. Пожалуйста, звонда таңытқанша уәде берем. Болмаса, құзырлы органдар айналысады. Сенің мынау мені вымогать еткенің, басқаларыңды құзырлы органдар анықтап, тиісті шарасын көреді. Ассалаумалейкум, қазақ елі. Мынау арақ шарап сатып, ақыры не болып жатыр? Арақ шарап сатып, балдарына көңілі бөлмей, 16 жасар баласы әкесімен жасты мүгедектікке қол көтеріп, Алла да күшті ғой. Сол моментте сол мүгедектің ақысын алып берді ғой. Ой, бірмай. Мынау арақ шарап сатпаңдаршы. Арақ шарап сатпаңдаршы. Мынау арақ шарап сатам деп дүние қуалап жұртты отравление жасап, алқаштардың алғысын алам деп бүгінгі күні Құдайдың өзі баласымен жазалап атқандар да бар да. Сондықтан арақ шарап сатпаңдар. Содан кейін балдарыңа дұрыс тәрбие беріңдер. Үлкенге қарап кесіп, қол көтерме, үлкеннің алдын кесіп өтпе. Біздің тәрбиеміз сондай еді. Бүгінгі жастар мүгедек болса да ұрып, соны мақтан тұтады. Шакал болған заман ба? Арақ шарақ сатпаңдар, ағайындар. Енді мынау қазақстандықтар, мына қазақтар бізге бұл спиртной жақсылық әкелмейді. Сондықтан оны сатпаңыздар. Сатсаңыздар, асырап отырған ұл қыздарыңызбен Алла наказать ететінін көрсетті кеше. Ассалаумалейкум, қазақ елі. Бүгін 19 қараша 2024 жыл. Мынау Алматы облысы Талғар ауданында ғана Шерзат дегеннің өлімі бүгін сенсация болып жатыр ғой. Ана Қаржаубайдың өтірігі айтылған алғашқыдағы. Оның өтіріктері қанша шығып жатса да, анау миы жоқ дей ма, құлағы жоқ дей ма, оны естілмей жатыр. Мен сіздерге мынау жаңағы бүгінгі күні күдікті ретінде қамалып отқан адамдар және соның ағайын туыстарын айтатыным, бұл жерде Қаржаубайдың іс-әрекетінде 293-тің мотивтері бар. Ол туралы адвокатпен прокуратураға, полицияға арыз жазып, арман қарап Қаржаубайдың інісі жаңағы Нұрғанаттың іс-әрекеттерін арыз жазып, полицияға, прокуратураға тастау керек, және оны ақпараттарға шығару керек. Мен сіздерге айтайын, қарап отырмаңыздар, ол немесе жазықсыз адамдарды сол дүкен, қоғамдық орынға кірген адамдардың бәріне арыз жазып, қандай мақсат дегенін білмейміз, арыз жазып, жұртты бір қорқытқысы бар. Жоқ, оған қорқудың керегі жоқ. Біз адам өлтіріп қойсақ та, умышленно барып, соны қасақана өлтірсек те, біздің қорғалуға құқымыз бар. Сондықтан каждый осы елдің азаматы өзін қорғауға, өзіне қарсы
қарсы қолданатын іс-әрекетке жауап бермеуге құқылы. Сондықтан жаңағы қорғаушыларыңызды жалдап ақпараттарды маған егер жіберсеңіздер, бәрі тегін шығарып берем. Қандай жолдауларыңыз болса да бәрі тегін, монтажда тегін. Қарадан қарап, қара халық соттала бермеу керек. Жазықты адамдар тиісті жазасын алсын, бірақ жалпының бәрін оның ішінде қама бірдеңе. Бұл Қазақстанның қылмыстық кодексі мен конституциясы емес, Қаржаубайдың айтқаны болып жатқан сияқты меніңше. Сондықтан шағымданыңыздар, қарсы жұмыс істеңіздер. Ал үндемей отыра берсеңіздер, 20 жылдан артық бер жіберу мүмкін. Кеше өткені Салтанат Нүкенованың сотын білесіздер, ондай әлемде болмаған, бірақ убийство, я өлтірді, жауыздықпен өлтірді. 17 жыл беру керек заң бойынша деп ойлаймын мен. Қателессем кешірім сұраймын. Оған да 20 жылдан арман срок берді. Сондықтан үндемей отыра берсең, ойына келген бере салуы мүмкін. Бізде Ринат Зайытов айтпақшы, көшеден ұстай салатын полиция бар, оған айыптаға салатын прокуратура бар, оған шешім шығарып бере салатын сот бар демекші, біз өзіміздің құқығымызды өзіміз қорғауымыз керек. Менің байланыс телефоным 8705 969 9069. Хабарласыңыздар, қарап жатпаңыздар. Кімде қандай проблема бар, жіберіңіздер. Қандай ауылдарыңызда кем-кетістік болып жатыр, басқа болып жатыр, біз сіздерге жұмыс істеп, әділдік салтанат құрғанша көмек береміз. Біз осы елдің дамуына атсалысамыз. Рахмет бәріңізге. Қаржаубайды қамау керек. Қылмыстық іс бойынша Қаржаубай қамалу керек. Осын провоцировать етіп, осы өлімге баласын алып келген Қаржаубай. Әлқожа, болашақ ай ақыл. Ең басында Хасанға сен қадалып, ек сөйлеп тәпішкеңнен секірдің. Кім білет сұхбатпенен пар алып. Қыратындай барып едің талғарға. Қаржаубайды қамаңдар деп сандалма. Қай біз деп ақша атақ қуатын не жетпейді осы күні шалдарға. Өліміне кінәлі деп баланың, Қаржаубайды кінәліге санадың. Қарал үйге көңіл айтпай қайтуын кім білет жоқтығы шар санаңның. Армен қоса ақиқаттан безіндің. Өз-өзіңді батыр адам сезіндің. Қайғы жұтқан ата-ананы қаралап, бардың, қайттың, бітірмедің өзің тым. Пәтуәсі жоқ екенде сөзіңнің. Шегі бар ғой шыдам менен төзімнің. Сол шакалдар өлтіргенде қайтерең, Әлқожа, немереңді өзіңнің сұхбатыңнан мән таппадым аса түк. Қайтыпсың тек Қаржаубайға тасатып. Саған сеніп шакалдардың ендеше жіберейік, оның үшін де босатып.